Сәлеметсіздер ме? Бұл дәрісте біз резистивтік тізбектерді қарастырамыз. Қарастыратын тақырыптарымыз тізбек сызбалары, Кирхофтың ток және кернеу заңдары, тізбекте жалғанған резисторлар және кернеу бөлгіш, параллель жалғанған резисторлар және ток бөлгіш, тізбекте жалғанған кернеу көздері, параллель жалғанған ток көздері және эквивалентті тізбектерді қалай қолданатынын қарастырамыз. Тізбек А және Б бөліктерінен тұрады делік. Б-ны эквивалентті тізбекке ауыстыру А бөліміндегі кез келген тізбек элементінің кернеуімен ток күшін өзгертпейді. Яғни басқа сөзбен айтқанда, егер бізде Б бөлігінде резисторлық желі болатын болса, оны жалғыз резисторға дейін азайтуға болады және А тұрғысынан тізбектің әрекеті өзгермейді. Біз осы принципті кейбір электр тізбектерін шешу үшін қолданамыз. Бұл жерде электр тізбегі шынайы өмірде қалай көрінетіні көрсетілген, яғни мұнда макет тақтасы және оның үстінде электр тізбегі іске асады. Экранның сол жағында баспа платасын көреміз. Біздің электрондық құрылғылардың көпшілігінде осы типтегі баспа платаларының компоненттері бар. Ал оң жағында баспа платалары тұратын бағдарламалық жасақтаманың сәйкес схемасын көреміз. Бірнеше қабаттар және оның көптеген компоненттердің кішкене аймаққа тығыз орналасуына мүмкіндік береді. Тізбекті әртүрлі тәсілдермен салуға болады. Ереже бойынша тізбектерді салу үшін көлденең және тік сызықтарды қолданамыз. Егер келесі шарттар орындалса, екі тізбек бірдей болады, яғни сызбалардың түйіндер арасында бір-бірден сәйкестік бар болса. Яғни мына түйін мен мында түйін сәйкес келеді. Сызбалардың элементтер арасында бір-бірден сәйкестік болса, яғни мына элементтер мен мына сызбадағы элементтер сәйкес келіп тұр. Сәйкес түйіндерге сәйкес элементтер қосылса, яғни мына элементіміз бізде А және Б түйініне қосылып тұр, сол сияқты мында да дәл сондай сәйкестік бар. Сондықтан біз А Б-ға және ол С-ға тең деп айта аламыз. Біз көлденең және тік сызықтарды қолданамыз. Кейбір кездері элементтердің байланысын жеңілірек түсіну үшін қиғаш сызықтарды да қолданамыз. 1847 жылы Берлин университетінің қызметкері Густав Роберт Кирхоф электр тізбектерін талдауға негіз болатын екі заңды тұжырымдады. Біріншісі Кирхофтың ток заңы кез келген сәтте түйінге түсетін тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең. Кирхофтың кернеу заңы тізбектегі кез келген контур айналасындағы кернеулердің алгебралық қосындысы барлық уақытта нөлге тең болады деген. Кирхофтың ток және кернеу заңдары қалай жұмыс істейтінін көрейік. Мына түйіннен бастап көреміз. Әр ток осы түйінге енеді, яғни бізде мұнда плюс 7 ампер, минус 4 ампер және 3 ампер тоғымыз бұл түйіннен сыртқа шығып жатыр, яғни бұл деген минус 3 ампер тоғымыз түйінге енеді деген сөз, яғни минус 3 тең болады 0-ге. Бұл бізде Кирхофтың ток заңы орындалады деген сөз. Енді Кирхофтың кернеу заңын басқа цикл үшін көрейік, яғни мына циклға қарастырып көрсек, бізде мұнда плюс 4, минус 0, плюс минус 4 тең болады 0-ге. Яғни Кирхофтың кернеу заңы да орындалады деген сөз. Бірінші мысалды Ом және Кирхоф заңдарын қолданып талдап көрейік. Бізге берілгеніміз R1 8 Ом, V2 минус 10 вольт, I3-міз 2 ампер және R3 1 Ом болғандағы әрбір токпен кернеуді анықтау керек және R2-ның мәнін анықтауымыз керек. Кейбір мәндеріміз белгілі болғанда, бұл мәселелерді шешу жеңіл болады. Яғни бізде белгілі R1 мәні, V2 белгілі, I3-тің мәні белгілі және R3-тің мәні белгілі. Енді бізге Кирхофтың ток және кернеу заңын жазып бастаймыз. Яғни жоғар жақтағы циклдан бастаймыз. Өйткені бізде қорек көзінің кернеуі белгілі, яғни 12 вольт және V2-ның мәні белгілі. Бізде белгісіз болып тұрған бұл жерде V3. V3-ті таба аламыз ба, жазып көрейік. Плюс 12-ден бастаймын. 12 минус V3 плюс V2
тең 0-ге. 12 минус v3 минус 10 тең 0. Яғни бұл жерден бізде v3-іміз тең болады 2 вольтқа. Бізде v3-тің мәнін тауып алдық. Енді бұл цикл үшін Кирхофтың кернеу заңын жазып бастаймыз. Яғни v3-тен бастаймыз. v3 минус 10 плюс v1 тең 0. 2 азайтылған 10 қосылған v1 тең болады 0-ге. Бұл жерден бізде v1-іміз тең 8 вольтқа. Сонымен бізде v1-іміз де белгілі болды. Енді бізде v1, v2, v3 мәндеріміз белгілі. Енді А түйіні үшін Кирхофтың тоқ заңын жазып көрейік. А түйіні үшін Кирхофтың тоқ заңы келесідей болады. Яғни I1 минус I2 минус I3 тең болады 0-ге. Бізде I3-іміз белгілі, енді I1-ді табу керек. I1-ді таба аламыз, себебі бізде V1 және R1-дің мәндері белгілі. Яғни I1 тең болады V1 бөлінген R1-ге. Бұл тең болады 8 вольт бөлінген 8 омға тең болады 1 амперге. Бізде енді I1 және I3 мәндері белгілі болғандықтан, бұл теңдеуді шеше аламыз. Яғни 1 азайтылған I2 минус 2 тең 0. Яғни I2-міз тең болады минус 1 амперге. Енді бізде I1, I2, I3 мәндеріміз бар, яғни тізбектің тоқтары белгілі болды. Сонымен қатар бізге R2-ні табу керек. Яғни R2 тең болады V2 бөлінген I2-ге. Тең минус 10 вольт бөлінген минус 1 амперге тең болады 10 омға. Яғни R2-міз тең 10 омға. Біз осы сұрақта R2-нің мәнін тапқан сияқты, бұл есептің дұрыс немесе бұрыс екенін 2 рет тексеру үшін R1 және R3-тің мәндерін таба аламыз, бірақ дәл қазір оны жасамаймыз. Бұл мысалда бізге амперметрмен өлшенетін тоқтың мәнін, яғни тізбектің осы тармағында өтіп жатқан тоқтың мәнін табуымыз керек. Амперметр қысқа тұйықталу ретінде жұмыс істейтінін ескере отырып, біз амперметрді алып тастап, оны тек сым арқылы қосып, тізбекті қайтадан жасай аламыз. Сонымен бұл тізбекті қалай шешеміз? Бізге мына түйінге Кирхофтың тоқ заңын жазу арқылы шеше аламыз. Бізде IA тоғының бағыты төменге қарайды. IM тоғымыздың бағыты мына түрде болады. Егер біз IA тоғын кеңейтетін болсақ, ол бізде сыртқа жүреді. Яғни Кирхофтың тоқ заңын жазатын болсақ, тең болады минус IA азайтылған 3IA азайтылған IM тең болады 0-ге. Бұл жерден бізде IA-мыз тең болады минус IM бөлінген 4-ге. Екіншіден, Кирхофтың кернеу заңын жазып көрейік. Оны мына екі шағын циклға жазуға болады. Алайда біз бүкіл тізбектің айналасындағы үлкен цикл үшін жазып көреміз. Бізде 4 ом резистордың астында плюс-минус 4 IA және 2 ом резистордың астында плюс-минус 2 IA бар деп есептейміз. Яғни плюс-минус таңбаларын тоқтың бағыты бойынша қойдық. Кирхофтың кернеу заңын жазамыз. Минус 4 IA қосылған 2 көбейтілген IM минус 12 тең 0-ге. Минус 4 көбейтілген IA-ны орнына қоямыз, яғни IM бөлінген 4 қосылған 2 IM тең болады 12-ге.
яғни 3 Им тең болады 12-ге, Им'із 4 амперге тең. Яғни амперметрмен өлшенген тоқтың мәні 4 амперге тең болады деген сөз. Резисторлардың әртүрлі арнайы конфигурациялары үшін біз белгілі бір ережелерді ойластыра аламыз. Солардың бірі кернеуді бөлу ережесі. Оны бірге шығарып көрейік. Ендеше осы тізбек үшін Кирхофтың кернеу заңын жазып көрейік. В1 қосылған В2 қосылған В3 тең болады Vs. Бұл бізде бірінші теңдеу болсын. В1-ді Ом заңын қолданып жазып көрейік, яғни В1 тең R1 көбейтілген I1. Және сол сияқты В2-міз тең R2 көбейтілген I2, В3 тең R3 көбейтілген I3-ге. Енді бірінші теңдеулерге осы В1, В2, В3-ті қойып жазып көрейік. R1 көбейтілген I1 қосылған R2 көбейтілген I2 қосылған R3 көбейтілген I3 тең болады Vs. Бұл бізде екінші теңдеу болсын. Енді осы А түйіні үшін Кирхофтың ток заңын жазып көрейік. I1 тең болады Is тең 2-ге және ол тең I3-ге. Сондықтан екінші теңдеуді мына түрде жаза аламыз. R1 қосылған R2 қосылған R3 көбейтілген Is тең болады Vs-ға. Сәйкесінше Is-міз тең болады Vs бөлінген R1 қосылған R2 қосылған R3-ге. Енді кернеудің біреуін жазып көрейік. В1 тең R1 көбейтілген Is. Яғни бұл Vs көбейтілген R1 бөлінген резисторлардың қосындысына. Сонымен бұл бізде тізбектелген кернеулердің бөлу ережесі болып табылады. Үшінші мысал кернеу бөлгішінің дизайны. Келесі дизайн сипаттамаларын қанағаттандыру үшін кернеу бөлгішті жасау керек, яғни R1 және R2-ның мәндерін табу керек. Бірінші сипаттама кіріс және шығыс кернеуі V0-міз 0,8 Vs теңдеумен байланысты. Екінші сипаттамамыз кернеу бөлгішінің кірісі 20 вольт болғанда кернеу көзі 1 милливаттан аспау керек. Бізге белгілі анықтамалардың бірі V0-міз тең 0,8 көбейтілген Vs. Кирхофтың кернеу заңын қолдана отырып, біз V1 тең 0,2 Vs деп жазаламыз. Және кернеуді бөлу ережесі бойынша 4 көбейтілген R1 тең болады R2 деп жазаламыз. Бұл бізде бірінші теңдеуіміз болсын. Бұған қосымша белгілі бізде қуатымыз Is көбейтілген Vs. Бұл жерде Is-міз тең болады. Қуатымыздың мәні бізде 1 милливатт бөлінген Vs-міз 20 вольт. Бұл жерде халықаралық бірліктер жүйесінің префикстерін жақсы білу қажет, яғни нәтижесінде 50 микроампер шығады. Енді осыдан резистордың мәніне қалай өтеміз? R1 қосылған R2 көбейтілген Is тең болады Vs. Яғни R1 қосылған R2 тең болады 20 вольт бөлінген 50 микроамперге. Микроампер дегеніміз бізде оның -6 дәрежесі, сондықтан бізде нәтижеміз 400 килоом болады. Бұл бізде екінші теңдеуіміз болсын. Енді бірінші және екінші теңдеулерден біз былай жазаламыз, яғни 5R1 тең болады 400 килоомға. Бұл жерден бізде R1-міздің мәні 80 килоом шығады,
ал R2-міздің мәні 320 килоомға тең болып шығады. Яғни R1 және R2 мәндерін таба отырып, дизайн мәселесін шештік. Тізбек элементтері, резисторлар, конденсаторлар және тағы да басқалар әр элементтің кернеуі бірдей болған кезде параллель қосылады. Мысалы, мына мысалға қарап көрейік. Бұл жерде бізде R1 және R2-міз бар, және олар А және Б түйіндеріне қосылған. Сондықтан олар параллель және бірдей кернеуге ие. Екі резисторды бір эквивалентті резисторға дейін азайтуға болатынын білу үшін осы тізбекке Кирхофтың ток және кернеу заңдарын және Ом заңын қолданып талдап көрейік. Бірінші А түйініне Кирхофтың ток заңын жазудан бастаймыз. IS тең болады I1 қосылған I2-ге. Бұл бізде бірінші теңдеуіміз болсын. Қосымша бірнеше теңдеулер жазайық, Ом заңын оңай жаза аламыз. В тең I1 көбейтілген R1. В тең I2 көбейтілген R2. Мына жерден бізде I1-міз тең болады В бөлінген R1. Екінші теңдеу деп белгілейміз. I2-міз тең В бөлінген R2. Ол үшінші теңдеуіміз болсын. Енді бізде IS-міз тең болады В бөлінген R1 қосылған В бөлінген R2-ге. Тең В көбейтілген 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 деп жазаламыз. Енді бізге эквивалентті кедергіні табу керек. В бөлінген IS тең болады 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2-ге. Сондықтан осы екі резисторды эквивалентті кедергіге дейін төмендете аламыз. Оны кейде R1 параллель R2 деп те айтады. Төмендегі тізбек үшін эквивалент тізбекті әр тармақтағы ток пен кернеуді табу керек. Бізге R1, R2, R3-тің мәндері белгілі. Тізбекте 3 параллель кедергі бар, сондықтан өткізгішті қолданған жөн болар еді. В тең болады R көбейтілген I. Біз Ом заңы бойынша I тең G көбейтілген V деп жазаламыз. Бұл жерде бізде G-міз өткізгіштік, яғни ол тең болады 1 бөлінген R-ға. Символы С-мен белгіленеді. Сәйкесінше бізде G1-міз тең болады 1 бөлінген R1. Ол тең болады 2S. G2 тең 4S. Және G3-міз тең болады 8S-ға. I1 бізде G1-ге тең болады, сондықтан I1 тең болады 2 көбейтілген В. I2 тең 4 көбейтілген В. Және I3-міз тең болады 8 көбейтілген В-ға. Ендеше біз осы түйін үшін Кирхофтың ток заңын жазаламыз. Бізде 28 ампер түйінге кіреді, ал I1, I2, I3 тоқтарымыз керісінше шығады. Яғни I1 қосылған I2 қосылған I3 тең болады 28-ге. Енді осы теңдеуді Кирхофтың ток заңына қоятын болсақ, бізде 14 вольт тең болады 28-ге. Яғни В-мыз тең болады 2 вольтқа. Яғни I1-міз тең болады 4 ампер, I2-міз тең 8 ампер, I3-міз тең болады 16 амперге. Егер мен 4, 8 және 16-ны қосатын болсам, нәтижесінде осы қорек көзімен берілетін ток 28 амперді аламын.
Сонымен біз кернеуді таптық, тоқтарды таптық және салқындату сұйықтығының тізбегін G1, G2, G3 ретінде салуға болады. Егер оларды қосатын болсақ, G эквивалентіміз тең болады 14 сименсқа. Яғни ол сәйкесінше тізбектің эквивалентті кедергісі тең болады 1 бөлінген 14 омға. Яғни бізде эквивалентті тізбегіміз 28 ампер, резисторымыз 1 бөлінген 14 ом тең. Бұл біздің оңайлатылған және қысқартылған эквивалентті тізбегіміз болады. Тізбекте жалғанған кернеу көздері бір кернеу көзіне эквивалентті. Эквивалентті кернеу көзінің кернеуі деп тізбекте жалғанған кернеу көздерінің қосындысын айтамыз. Мысалы, мына жерде бізде VA және VB бар. Эквиваленттік тізбегі бір кернеу көзі VA қосылған VB-ға тең. Екінші жағдайда полярлығы оң плюс-минус VA және полярлығы теріс минус плюс VB бар. Оның эквиваленттік тізбегі VA минус VB-ға тең. Алайда біз токпен дәл солай жасай алмаймыз, өйткені бізге жай ғана Кирхофтың ток заңын жазуымыз керек. Және бұл жағдайда IA EB-ға тең болу керек. Сондықтан екі тәуелсіз көз тізбектей жалғана алмайды. Бұл жаттығуда бізге тізбектің теңдеулерін Кирхофтың ток заңын, кернеу заңын және Ом заңын қолдана отырып жазу керек. Бұл жерде бізде VA және VB тізбектей жалғанған екі кернеу көзі бар, және бірінші кезекте осы екі кернеу көздерін біріктіруіміз керек. Осы кернеу көздерін біріктірген кезде бізде бір VS-ті аламыз. Яғни ол тең болады VA қосылған VB-ға. Кирхофтың кернеу заңына теңдеу жазумен бастайық. Біріншіден, мына цикл үшін жазамыз. Яғни бізде бұл болады VS қосылған V2 тең болады V1-ге. Келесі мына цикл үшін жазамыз. V1 тең болады VC-ға. Дәл солай мына цикл үшін жазамыз. Бұл жерде V2 тең болады V3-ге. Енді Кирхофтың ток заңын жазып көрейік. Біріншіден, мына түйін үшін жазамыз. Яғни Кирхофтың ток заңы IC минус I1 минус IS тең болады 0-ге. Және дәл сол сияқты бізде мұнда тағы да бір түйін бар. Яғни бұл түйінге IS кіріп тұр, сондықтан оң болады. IS минус I2 минус I3 тең болады 0-ге. Енді біз Ом заңын жаза аламыз. Ол тең болады бізде V1 тең R1 көбейтілген I1, V2 тең R2 көбейтілген I2, V3 тең R3 көбейтілген I3. Сонымен біз тізбекке байланысты барлық мүмкін теңдеулерді жаздық. Енді бүкіл схемаға арналған тағы да бір цикл жаза аламыз. Ол бізде VS қосылған V3 тең болады VC-ға. Бұл мысалда бізге Ом метрмен өлшенетін кедергіні анықтау керек. Біз бұны тізбекті және параллель кедергілер ережелерін қолдана отырып, кедергілерді азайту арқылы жасаймыз. Бірінші кезекте 60 Ом 30 Омға параллель болатынын байқаймыз. Өйткені олар екеуі де А және Б түйіндеріне байланысты. Нәтижесінде бізде мынандай тізбек пайда болады. 60 Ом параллель 30 Омға
20 ом, 10 ом, мен осы шығыс түйіндерінің кедергісін өлшеймін, яғни біздің эквивалент кедергіміз тең болады 1 бөлінген 60 қосылған 1 бөлінген 30-ға тең болады 1800 бөлінген 90 тең 20 омға. Бұл бізде мәніміз дұрыс болады, өйткені кедергіміз екі кедергіден, яғни 60 пен 30-бен жеке-жеке салыстырғанда мәні кіші болып тұр. Басқаша айтқанда бізде ток ағынының көп нұсқалары бар, сондықтан кедергі аз. Енді тізбекті қалай азайтуға болады? Яғни бізде тізбекті азайтқан кезде мына жерде 20 ом 20 оммен тізбектей жалғанып тұр. 10 омымыз бар. Бұл 20 ом келесі екінші 20 омға тізбектей жалғанғандықтан біздің эквивалент кедергіміз 40 омды құрайды да, тізбегіміз келесідей болады. Яғни мына жерде 40 ом болады. 10 ом. Тізбектің баламалы кедергісін табу үшін параллель резисторлар ережесін тағы да бір рет қолдана аламыз. Яғни R эквивалент 2-ні анықтаймыз. Ол бізде тең болады 1 бөлінген 40 қосылған 1 бөлінген 10 тең болады 400 бөлінген 50 тең 8 ом. Яғни есептің жауабы 8 ом болады. Параллель тоқ көздері бір тоқ көзіне эквивалентті болады. Эквивалент көздерінің тоғы деп параллель қорек көздерінің тоқтарының қосындысын айтамыз. Мысалы, мына жерде бізде тізбекте ИА және ИБ тоғымыз, олардың эквиваленттік тізбегі, яғни бір тоқ көзі ИА қосылған ИБ-ға тең болады. Сол сияқты мына жерде ИА тоғымыз жоғары бағытталған, ИБ тоғымыз төмен қарай ағып жатыр. Егер де мен бұны теріс салатын болсам, онда бізде мәніміз ИБ азайтылған ИА-ға тең болады. Біз кернеу көздерімен дәл солай жасай алмаймыз, өйткені екі параллель кернеу көзі болған кезде ФА мәні ВБ мәніне тең болу керек. Сондықтан менде екі тәуелсіз қорек көзі бола алмайды. Біз екі тоқ көзін параллель көрген кезде, олардың мәндерін қосып, бір тоқ көзіне дейін қысқартамыз. Яғни мына жерде бізде екі тоқ көзі болды, және ол соңында бірге дейін қысқарды. Бұл мысалда бізге В шығысты табу керек. Тізбектерді талдаудың бір жолы резисторлар жиынтығын эквивалент кедергіге ауыстыру, яғни желіні жеңіл формаға келтіру болып табылады. Осы мысалды шешіп көрейік. Бұл жерде біз R1, R2 және R3-ті жалғыз немесе эквивалентті кедергіге дейін төмендету арқылы осы тізбекті шешіп бастаймыз. Бұлар тізбектей жалғанған және мәндері 1 омға тең болғандықтан бізде R эквивалентіміз тең болады 3 омға. Және R4, R5-ке параллель, біз оны R4 параллель R6 деп қысқарталамыз. Ол тең болады 1 бөлінген 6 қосылған 1 бөлінген 6. Егер де бізде резисторларымыздың мәндері тең болса, оларды 2-ге бөлуге болады. Яғни бізде тең болады 3 омға. Енді бізде 3 ом бар, және дәл солай келесі резисторларға жазамыз. Яғни 3 ом параллель R6-ға тең болады 1 бөлінген 3 қосылған 1 бөлінген 6-ға
тең 18 бөлінген 9 тең 2 ом. Сәйкесінше барлық схема бізде осы түрге дейін азаяды. Яғни бізде плюс-минус В кернеуіміз тең 12 вольт. 3 ом резисторымыз бар мына жерде. Мұнда 2 ом резисторымыз бар. Және плюс-минус В шығысымыз бар. Енді біз кернеу бөлгіш ережесін пайдаланып В шығысын табамыз. Яғни В шығысымыз тең болады ВС көбейтілген 2 ом бөлінген 2 ом қосылған 3 ом. В шығысымыз тең болады 24 бөлінген 5 тең 4,8 вольт. Сонымен біз R6-дан жоғары кернеуді таптық. Олар параллель болғандықтан, ол R5-тен және R4-тен жоғары кернеуге де тең болады. Яғни 4,8 вольтқа тең. Мұнда бізде тоқ көзі бар және осы тоқ көзіне параллель резисторлар желісі бар. Бізге 3 ом резистор арқылы өтетін I1 тоғын анықтау керек. Біз бұны бір резисторды I1-ге параллель бір эквивалентті резисторды азайту арқылы жасай аламыз. Бізде мұнда R2 R3-ке параллель. Яғни R2 параллель R3 тең болады 4 омға. 4 омды қалай таптық? Біз R2 тең R3 тең 8 ом екенін білеміз және оны циклда 2-ге бөлдік, яғни 4 омға тең болды. Тізбекте көріп отырғандарыңыздай 4 ом R4-ке тізбектей жалғанған, яғни R4 қосылған 4 ом тең болады. R4-іміз мәні 2 ом болғандықтан жауабы тең болады 6 омға. Яғни 6 ом бізде 18 оммен параллель. 6 ом параллель 18 ом тең болады 1 бөлінген 6 қосылған 1 бөлінген 18 тең болады 108 бөлінген 24. Бұл тең болады 4,5 омға. 4,5 омымыз бізде мына түйін мен мына түйіннің арасында орналасқан және де тізбектің мына бөлігін қамтиды да 9 омға параллель болады. Яғни 4,5 ом параллель 9 ом тең болады 1 бөлінген 4,5 қосылған 1 бөлінген 9 тең болады 40,5 бөлінген 13,5 тең болады 3 омға. Сонымен біз тізбектің барлық бөлігін шештік және де салқындатқыштың кедергісі 3 омға тең болды. 3 ом. Бүкіл тізбек жалғыз 3 омдық және 5 амперлік ток көзіне дейін қысқарды. Яғни мұнда бізде 5 ампер 3 ом резисторымыз бар және оған параллель төмендетілген тағы да бір 3 ом резисторымыз бар. Және бізге 3 ом арқылы өтетін I1 тоғын анықтау керек. Бізде резисторлардың мәндері бірдей болғандықтан, олардың тоқтары да бірдей болады. 5 амперіміздің тоғымыздың бағыты былай жүреді. Және осы түйін үшін бізге Кирхофтың тоқ заңын жазу керек. Яғни I1 қосылған I2 тең болады 5 амперге. I1-іміз бізде бұл жерде тең 2,5 амперге. Сонымен біз бұл тізбекті эквивалентті кедергілерді азайту арқылы шештік, бірақ біз бұны тек ерекше жағдайда ғана жасай аламыз.
Мысалы, егер бұл тізбекте ток немесе кернеу көздерінің саны көбірек болса, немесе тәуелді қорек көздері сияқты басқа да элементтер бар болса, онда бұл әдіс жұмыс істемейді. N элементтен тұратын тізбектің N тоқтары және N кернеулері болады. Бізде 2N белгісіз болуы мүмкін. Мұқият таңбалау арқылы біз болмашы қатынастардан арыламыз. Және төменде осы тізбектерді қалай таңбалауға болатындығы және оны талдай бастағанда қарапайым амалдардың қандай түрін жасау керектігі туралы нұсқаулар жиынтығы көрсетілген. Дегенмен бұларды жай оқығаннан гөрі сізге көптеген тізбектерді шешуге кеңес береміз. Және осы жаттығуларды шеше отырып, қандай нұсқауларға сүйену керектігін білетін боласыз. Осымен біздің резистивтік тізбектер туралы 3-ші дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.